Қайырлы кеш, қымбатты достар. Сіздермен бірге кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін сіздердің назарларыңызға жазушы Дидар Амантайдың «Майда қоңыр» әңгіме новеллалар жинағын ұсынамыз. Қазақтың көрнекті жазушысы, проза шебері әрі кинодраматург Дидар Амантай ел назарына ұсынып отырған бұл кітабына өзектес, сабақтас, тақырыптас шығармаларын енгізіп отыр. Автор кез келген туындысында қаһарман мінез құлқын, қимыл әрекеті, пәлсапалық ойы және диалогтар арқылы жан-жақты ашып суреттеуге талпынған. Қаламгердің ойынша, әдебиет дегеніміз сағынышқа құрылған мөлдір әңгімелер. Кітаптың тілі шұрайлы, бояуы қанық, оқиғалары қызықты. Ал қара көк. Түнде біздің ауылдан жылқырланды. Бәйге аты ал қара көк. Таң қараңғылығында қорадан таба алмай қалдық. Атам үстел басында селқос шай ішіп отыр. Әперген кесені енжар ұстайды. Ой үстінде байламын шешіп, түйінді тарқата алмай әуре, іштей. Қораға түскен ұрының жат қылығы жасытып тастапты, бірақ тас түйін сәті қайыра ширығып кетеді. Әдетте дастархан басында емен жарқын қаулап сөйлеп отырушы еді, сөзі кесек, ойы терең, даушарда топ жарған ділмар шешендердің бірі еді. Шақшасын сұрағаны, сыртқа жиналғаны, емеурін, көбіне үнсіз, самарқау, мәселеге байланысты ғана тіл қатады. Орнынан томаға тұйық көтерілді, қартайғаны білінеді, уайым қайғысы көп, қайшылығы да бар. Сәйгүліктің күйігі өзегін өртеп барады. Көңіліне қаяу түсірді, ішіне от салды. Әсілі жүйрік атыңыз жаттың тақымында кеткені жан азабының ең ауыр түрі, бір хикмет екен. Мен ере шықтым, екеуміз қораны сырт айналдық. Атам жерден бірдеңе іздеп жүр. Ескі қораның есігін ашық тастапты. Ең қиыны, көлденең жатқан бейсауат іс жоқ. Айқыш-ұйқыш түскен таңбаларды танып айырып оқысаңыз, ал қара көкті бейне бір тік көтеріп алып кеткен тәрізді ме дерсіз. Аяғына киіз байпақ кигізді ме, әлде басқа бір көлікті қораға тіреп қойып тиеді ме, сатылап, тұяқ іліктірер ағаштарды көлденең тастап, шегелеп қағып, баспалдақтап мінгізіп жіберді ме екен, кім білсін. Әйтеуір, ұшты күйді жоқ. Алайда күдер үзіп, көмескі үміт отын сөндіргіміз келмейді. Қораның іші сыртын, төңірегін түгел жағалай тінтіп қарап шықтық. Атам бір нәрсе тауып аларына нық сенімді. Ақыры көк бәкі тауып алды. Қолымен ұстап, тұрып, ашып жауып жатып, басын көтерді. Көлденең олжа деді. Не солжа? Бір жұмбақ шешілді. Қалай? Жылқыны қорадан алған екен. Әу бастан анық нәрсе емес бет. Мен шылбырларын кесіп жіберіп, ауыл сыртына айдап апарып, жер мойны қашықтан шалма тастап ұстаған шығар деп топшылап едім. Бірақ қораға түскен кім? Басын босатып, сырт қайдағанда жануар кісіне бесті шығармай ма? Керісінше, жетектегі жылқы бөтен адамды көріп, жат атбегіден қасқыр шапқандай тыпыршып ойқаста бүркет, жау тигендей алас ұрып, құтырып шыға келеді. Әдетте көп жағдайда бас сауғалап айдалаға қашады. Қорада сойып алған ба? Ия, қастарында қасапшысы бар, дәніккен, құныққан, ұйымдасқан жендеттер десеңізші. Егер барымташылар жылқыны төбесі аласа ат қорадан мініп шыққан болса, онда төмен еңкейері сөзсіз. Шабандоз ат жалын құшақтап жатып алғанда, қалталары төңкеріліп, ішіндегі күллі заты түгел шашылып жерге түседі, төгіледі. Сөйтіп асығыста жортақтап сыртқа ұмтылған алқара көктің аяғының астына сусып құлаған нәрсені тіпті сары тоқым ұры да байқай алмай қалады. Жұрт қонақта атамның алқара көгін көп әңгіме қылушы еді.
Атам шет жақта бөлек оқшаулау отыратын, әңгімеге араласа қоймайтын. Бірақ жұрт көрсін деп көк бәкіні көлденеңдетіп алып шығатын, көз ілеспес жылдамдықпен жапырақтап ет турайды. Қара кесек әдемі, өткір тілініп, күмп етіп ағаш астауға құлайды. Өткір жүзді бәкі тез қимылдайды. Атам жиын тойда көп ішінен бәлкім біреу бәкіні танып қалар деп үміттенетін. Лыпып тұрған бәкінің ауыл төңірегіне дүркіреп аты шықты. Жылдам ет турайтын өткір жүзді пышақ екендігі кеңінен танымал болды. Қоңсы отырған жұрт түгел естіді. Алайда бәкінің егесін ешкім сұраған жоқ. Бірде атам екеуміз ауылдан жаяу ұзап сайға құладық. Ілбіп қырастық. Баяу жүріп келеміз. Ал қаракөк ұрланғалы атам аяқ артып ат мінген жоқ. Үнемі жаяу жүретін. Көрші ауылға сапарға шыға қалса ат арба сайлатып алатын. Біз не іздеп шыққанымызды жақсы түсінетін сияқтымын. Қария күндердің күнінде сәйгүлігін өлтірген қарақшының ізіне түсеріне сенімдеді. Көп ұзамай ошақтың қарайып жатқан, от жаққан орнын таптық. Қазан асқандары байқалады. Маңай жылқы сүйегіне толы. Атамның жаны түршікті. Күлді әрі-бері итеріп, қопарып жатып, ішінен ал қаракөктің шала жанған терісін тауып алды. «Жауыздар», деді атам. «Жауыздар». Біз кері қайттық. Бұл жерге қайта оралатынымызға кәміл сенімдімін. Кітап сүйер достар, сіздер қазір жазушы Дидар Амантайдың «Майда қоңыр» кітабындағы «Ал қаракөк» шығармасынан үзінді тыңдадыңыздар. Туындыны ұсынған Кітаптар әлемі жобасының жетекшісі Салтанат Әбдіғали.